Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге хабарландыру айтпақшымын. Яғни бұл выпуск андай үйрететін сабақ емес, бірден айтайын. Бұл мобильді YouTube марафоны туралы айтпақшымын. Яғни мобильді YouTube дегеніміз, яғни біздің смартфонымызбен, қолымыздағы телефонмен видео түсіріп, оны монтаждап, оған обложка жасап, YouTube канал ашып, YouTube'тың дизайнын жасап, және де YouTube'қа видео салып, оның телефонмен YouTube'тың оптимизациясын жасауды үйрететін марафон басталғалы жатырғанын хабарлаймын. Марафон бұйырса осы 7 тамыз күні басталады. Оған жазылу үшін астында сілтемесін қалдырып кетемін. Марафон 5 күн болады. 5 күннің ішінде сіз осы видео түсіру, монтаждау, обложка жасау, дизайн, SEO оптимизацияны дұрыс жасауды меңгеріп шығатын боласыздар. Бұл жерде 30% теория мен 70% практика болады. Яғни сіздер телефон арқылы қалай кезекпен кезек нені басу керек, қалай жасалынады, ол қалай салынады деген сияқты нәрселердің барлығын үйренетін боласыздар. Енді программа бойынша таныстырып кетейін. Бұл жерде мобилография курсына байланысты телефонға видео түсіру мен монтаждау. Бұл енді iPhone және де Android телефондарындағы приложениялар арқылы жасалынатын екі түрде көрсетіледі. Және де баяулатылған видео, таймплас, предметная съемка, өз қолымызбен переходтар жасау, және де фотообработкалар. Көріп тұрсыздар ма? Тағы да қосымша программаларды қолдануды үйретілетін болады. Бұл тек қана бұл марафонның жартысы, достар, жартысы. Одан кейін уже ол видео съемка мен монтажға қатысты Рамазан Мырзатайұлы деген өте білікті маман үйрететін болады. Инстаграмда Рамези деп іздесеңіздер көретін боласыздар жұмыстарын. Және де екінші этап ол уже видео салу, канал ашу, каналды безендіру және де SEO оптимизациясын дұрыстап, оны YouTube-қа жүктейміз. Яғни сіз осы 5 күннің ішінде, егер сіздің каналыңыз болмаса, канал ашып, белгілі бір деңгейде дизайнмен әрлеп, оның ішіне YouTube-қа видео саласыз. Және ол видеоңыз топта тұратын болады. Егер менің айтқан қадамдарымды дұрыс жасайтын болсаңыз. Ендеше, осы марафонға қатысу үшін төмендегі сілтемені басыңыз. Бұл тек қана 7 тамыз ғана басталып бітіп қоймайды. Бұл алдағы уақытта қайталанып отыратын болады. Яғни сіз осы видеоны кейін көріп жатырсаңыздар да сілтеме арқылы өтіп, алдағы болатын марафонның уақытын біле аласыздар және жазыла аласыздар. Ескерте кететін жайт, бұл марафон тегін емес. Яғни әр еңбектің, әр білімнің ақысы болу керек. Бұл марафонның бағасын біздер ең төменгі бағада 2000 теңгеге қойып отырмыз. Яғни қазіргі карантиннің жағдайына байланысты. Қалай карантин бітеді, бұл марафонның да бағасы өсуі әбден ықтимал. Сондықтан да 2000 теңге, 2 донордың бағасы десек те болады. Сондықтан да дәл қазір жазылып үлгеріңіздер, 7-сі күні басталады. Мен айтпады деп жүрмеңіздер. Ал келесі потоктың қашан басталатыны әлі белгісіз. Айдың ортасында немесе екінші жартысында болуы мүмкін. Барлықтарыңызға сау саламатта болыңыздар. Алдағы уақытта көріскенше.